Сәлеметсіздер ме оқушылар? Оңтүстікте қатпар-қатпар тарихы бар. Талай сырды ішіне бүккен киелі және тарихи мекендер өте көп. Солардың бірі Бәйдібек ауданындағы Ақмешіт үңгірі. Ақмешіт үңгірі ел аузында киелі аталып кеткен. Ақмешіт Шымкент қаласынан 70-80 шақырым қашықтықта орын тепкен. 1973 жылы Мәскеуден келген геологтар үңгір метеориттердің түсуінен пайда болған деген екен. Тарихшылардың зерттеуінше, үңгір тастары энеолит дәуірінде қалыптасқан әктастардан тұрады. Ол Орта Азиядағы ең үлкен үңгірлердің қатарына енген екен. Ғалымдар табиғаты ерекше орынды зерттеу жұмыстарын әлі де жалғастырып келеді. Нақты қай уақытта пайда болғаны белгісіз. Ақмешіт үңгіріне дейін Теспе, Құтарыс, Жыланды, Боралдай, Ақбастау және тағы да басқа ауылдардан өтіп барады. Ал енді оқушылар, аңыз бойынша Ақмешіт үңгірінің тарихына тоқталайық. Жаугершілік қиын қыстау заманда есіркеп Қойгелді батыр қалмаққа қарсы қол жинап, ұрысқа дайындалады. 10 мың әскерімен аттанар тұста селдетіп нөсер құяды. Жаңбыр астында таңғы намазды оқи алмайды. Сосын үңгірге түсіп, бәрі қатарласа тұрып намазға жығылады. Үңгірдің кереметтілігіне таң тамаша болсады. Сарбаздардың бірі бұл үңгірді есіркеп немесе Қойгелді деп атайық деп ұсыныс білдіреді. Батыр бұл ұсынысқа қарсы болып, бұл үңгір қасиетті, 10 мыңнан астам бізге таңғы намазымызды оқуға мүмкіндік берді. Сәждеге бірдей бас қоя алдық. Аппақ тастары да ғажап әсер сыйлайды екен. Бұл жерді Ақмешіт деп атайық деп, Ақмешіт болсын дейді. Міне, содан бері бұл үңгір Ақмешіт аталып кеткен екен. Оқушылар, үңгірдің ішіндегі температура қысы-жазы 18-20 градус болып тұрады екен. Ол еш уақытта өзгермейді. Үңгір сырт келе көрінбейді. Қасына жақындап барғанда ғана үңгірге кіретін баспалдақтар көрінеді. Ақмешіт үңгірі 250 метр биіктікте таудың сілемінде орналасқан. Ал іші күмбез іспеттес. Ені шамамен 60-80, ұзындығы 120 метр. Іші қоңыр салқын. Далада 35-40 градус ыстық болса да, іште үнемі 18-20 градустан бір өзгермейді. Ақмешіт үңгіріне келетін адамдар өте көп. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, үңгір қасиетті. Қазіргі зерттеушілер адам ағзасына зиян келтіретін белгілерді таба алмаған. Керісінше, барлық негативтерді өзіне тартып алып, адамдарды жамандықтан тазартады дейді. Ақмешіт үңгірі өзінің ауқымымен ғана емес, сонымен қатар таңғажайып дизайнымен де ерекше. Есте сақтаңыздар, тарихи мәдени мұраны қорғау бәріміздің міндетіміз. Ал енді оқушылар, тақырыбымызға сай 3 сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ: Ақмешіт үңгірінің қысы-жазы ішкі температурасы қандай? Екінші сұрақ: Ақмешіт үңгірінің ішкі пішіні? Үшінші сұрақ: Ақмешіт үңгірінің ені мен ұзындығын табыңыз.